Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Ал бүгін сіздермен молочная девочка тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен кремін дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, 200 грамм құм шекер және 60 грамм кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. 600 мг сүтімізді құйып, тағы да араластыру қажет. Баяу отта қою масса болғанға дейін осылайынан венчикпен араластырып, газдың астын өшіреміз. Қою болған массамызға 200 грамм сары майды салып, ерігенше араластыру қажет. Заварной крем дайын болды, ол осындай қою болу қажет. Ал енді коржиктарын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, 100 грамм еріген сары май, 300 мг сгущенка салып, миксермен араластырамыз. 1,5 шай қасық разрыхлитель және 180 грамм илеуіштен өткізілген ұнды салып, тағы да миксермен жақсылап араластыру қажет. Коржиктің қамыры осындай қою болып шығады. Пергамент қағазға мен осылайынан домалақты сызып аламын, сөйтіп оны екінші бетін аударамын. Менде 22 диаметр болды. Сөйтіп жаңағы жасаған қамырымызды осылайынан домалаққа видеода көрсетілгендей етіп жағып шығу қажет. Қыздырылған духовкада қамырымыз 200 градуста шамамен 4-6 минут піседі. Өте жылдам піседі, сол үшін қадағалап отыру қажет. Менде осындай 6 дана коржик шықты. Ал енді тортымызды жинастырамыз. Оны осылайынан видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Әр коржиктің арасына 3 немесе 4 қасық толтырып, кремді жағып шығамыз. Крем жағып болғаннан кейін осылайынан бетін пленкамен жауып, холодильникке 6 немесе 12 сағатқа қойып қоямыз, сонда жұмсақ болады. Мен тортымды осылайынан вафельный крошкемен әрлеп шықтым және ортасына шоколадпен жазу жаздым. Вафельный крошкенің рецептісін білгіңіз келсе, менің каналыма өтіп қарай аласыз.